Баршаңызға сәлем. Екінші дүниежүзілік соғыс тоқтаған кезде ештеңе аяқталған жоқ. Барлығы енді басталды. Тарихи қақтығыс мәселелері мен қарама-қайшылықтар шешілген жоқ. Тек өркениетті мемлекеттердің қарсыласуындағы жаңа кезеңге шығарды. Қырғи қабақ соғыс және қару-жарақ жарысы қақтығыстың барлық тараптарын астрономиялық ресурстарды, қарудың жаңа түрлері мен олардан қорғану құралдарын жасауға жұмсауға мәжбүр етті. Ең жойқын қарудан қорғанудың бір ғана жолы бар: өзіңізді жерге тереңірек көму. Бункерлерді салумен немістер екінші дүниежүзілік соғысқа дейін де жақсы жұмыс істеді. Алайда үшінші рейх құлаған кезде де Германия бөлініп, санкциялар мен репарациялар қолданып, немістер тынышталмады. Кез келген жағдайда жерасты кешендерінің құрылысына қатысты. Егер бомбалар шығыстан атылған жағдайда, Кельннің оңтүстігінде, Бон қаласының жанында, одақтастар басып алған Германияның батыс бөлігінде Регерунgs бункер жерасты бекіністерінің желісі құрылды. Ол екінші дүниежүзілік соғыстан кейін бірден салынды. Бункер Германия билігінің федералды органдары мен конституциялық органдарын паналауға арналған. Бункер бүгінде қолданылмайды. Кешеннің көп бөлігі туристер үшін ашық. Диефен бункер бұл бір емес, ірі қалаларға жақын Канаданың ауылдық аймағында орналасқан 50 бекініс. Аты ресми емес. Бұл бүркеншек есімді оларға канадалық оппозиция өкілдері елдің сол кездегі премьер-министрі Джон Диффенбакерді келеке ету ретінде берген. Үкіметті эвакуациялау үшін 10 жылға жуық 1950 жылдардан 60 жылдарға дейін бекіністер кешені жасалды. Бүгінде бункерлер пайдаланылмайды және көпшілікке ашық. Қытай басшылары ядролық истерия мәселесінде бүкіл планетадан қалыспады. 1960 жылдар аралығында елде үкіметті эвакуациялау үшін де, үшінші дүниежүзілік соғыс жағдайында солдаттарды эвакуациялау үшін де жерасты бекіністерінің едәуір бөлігі жасалды. Қытайдың алғашқы жарқын ядролық бункерлерінің бірі жоба 131 кешен Хуэй провинциясында салынған. Алайда 20 ғасырдың аяғында Қытай басшылығы бекіністер кешенін ескірген деп танып, оны құпиясыздандыру туралы шешім қабылдады. Қазір 131 жобасының дәліздері мен залдарында Қытай тарихының мұражайы орналасқан. Мұнда туристерді елдің түкпір-түкпірінен ғана емес, шетелдерден де апарады. 1950 жылдары Ұлыбританияда ядролық бункерлердің ауқымды құрылысы басталды. Берлингтон ең үлкендерінің біріне айналды. Бұл үкіметті эвакуациялауға арналған болатын. 1991 жылы қырғи қабақ соғыс аяқталғаннан кейін британдықтар бұл баспананы құпиясыздандырып, оны туристік орталыққа айналдырды. Гринбрейер бұл батыс Вирджиниядағы күкіртті бұлақтар маңындағы сәнді таулы демалыс орны ғана емес, сонымен қатар ақштағы ең ірі жерасты кешендерінің бірі. Ол 1960 жылдары құрылып, Америка мемлекетінің жоғары лауазымды тұлғаларын эвакуациялауға арналған. 20 ғасырдың соңына дейін кешен өте құпия болып қала берді және көптеген сарбаздар оны үнемі бақылап отырды. Соған қарамастан, Кеңес одағы ыдырағаннан кейін ақш басшылығы оны күтіп ұстау үшін қымбат кешенді құпия сақтаудың қажеті жоқ деп шешті. Нәтижесінде бункер қоғамдық меншікке айналды. Ал видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз.